Иә, осы күннен бастап тозақтың ішіне кіргендей болдым. Барлығы да отырсам опақ, тұрсам сопақ қылып, атам да, енем де қыз болмай келгенімді бетіме басып, есесіне аямай тірлік істейсің деп, барлығын менің мойныма артып қойды. Амалсыздан жасап, айтқандарын жасауға тырыстым. Барлығынан бұрын күйеуім келемеж деп, мазақ қылып сөйлеп, жанды жеріме көп тиіп жүрді. Сол бір неке түнінен кейін мүлдем жаныма жақындаған емес. Мұншалықты таяз адамдар екенін білмедім. Шыдамның да шегі бар, ақырында қашып кетуге бел будым. Үйге барсам әкем бәрібір кіргізбейді. Алматыға кетіп қалуым керек дедім. Тұрмысқа шыққаныма 2 ай енді ғана болды. ЗАГСке тұрмадық. Оның болмағаны да жақсы. Түннің ортасында бәрі ұйықтап жатқанда киім-кешегімді алып тайып тұрдым. Ешкім байқай қоймаған шығар деп, автовокзал жаққа түнеп, Алматыға жүретін ең бірінші автобуспен жүріп кеттім. Алматыға барып пәтердегі қыздармен қайта тұрдым. Мені келеді деп күтіп жандарына қыз алмапты. Оларға тұрмысқа шығып, қашып келгенімді айтпадым. Жақсы демалып келдің бе? Ата-анаңмен жолығып, сағынышыңды басылған шығар. Я деп жатты. Я деп өтірік жымиып, жұмыссыз деп. Алдыңғыдағыдай ресторандарда даяшы болдым. Менің кеткенімді барлығы білген шығар дедім. Себебі телефоныма қаншама белгісіз номерлер хабарласып тастады. Тұтқаны көтермедім. Жұмысымды істеп пәтерге барып келіп жүре бердім. Барынша ештеме ойламауға тырыстым. Бір күні әкем телефон шалды. Басында алуға бата алмай тұрдым, бірақ кейін жауап бердім. Не үшін қашып кеткенімді, неліктен хабарсыз жоқ болып жүргенімді сұрап, жерден алып жерге салды. Мен де тыныш тұра алмадым. Қиындығымның бәрін әкеме жайып салдым. Не істегендерін, адам құрлы көрмегендерін, күйеуімнің әйелі секілді көрмейтінін бәрін көзіме жас толып, кеудеме өксік толып, әкем жан айқайымды түсініп, жылама қызым, сенің қиналғаныңды көру маған оңай деймісің, деп сөзбен жұбатып әлек. Жұмыстан қайтып келе жатқан мен көшенің қақ ортасында отырып әбден жыладым. Ішімдегінің бәрі сыртқа шыққанша жыладым. Әкем мені біраз тыныштандырып, ол үйдегілер енді келмей-ақ қойсын, басқа келін аламыз деді. Сондықтан саған бір нәрсе айтайын. Менің жақын досым бар. Оның ұлы әлі үйленбеген. Жасы сенен едәуір үлкен, бірақ өте жақсы отбасы. Мен олармен сөйлестім. Барлығына түсіністікпен қараймыз деді. Сондықтан сол жігітпен танысып сөйлесіп көр. Мүмкін бағың шығар деді. Әкемнің сөзіне ойланбастан келістім. Ол жігітпен сөйлесіп біраз жолығып, бір-бірімізді ұнатып, одан соң үйленуге шешім қабылдадық. Көп күтпей-ақ келін атанып, өмір менде жақсарар деп алдық. Үй болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Кейде ұрсып қаламыз, кейде жақсы жүреміз. Бірақ оның түнгі ләззаты тым дөрекі еді. Миға қонбайтын нәрселерді жасатып, көп қинайтын. Еркекті ұстап тұратын осы ғой деумен шыдап жүрдім. Кейін енемнің де мінезі шыға бастады. Басында ажырасқансың деп бетіме басып жүруші еді. Ал қазір баламды қанағаттандырмайды екенсің деп маған шүйлігіп жүрді. Күйеуімнің осы әрекеті ұнамайтын. Мамасының баласы не болғанын бәрін шешесіне жеткізіп отырады. Түнде бір айтқанын дұрыс орындамай қойсам, шешесіне барып жалып айтады. Мен бұған мойынсұнғанды жөн көрдім. Бұл да бір сынақ қой, балалы болған соң бәрі реттеледі деп жүрдім. Алайда жарты жылдай өтті, әлі де бала жоқ. Күйеуім екеуміз де емделдік. Ол да мен де жеке консультацияға қатысып, дәрігерлерге қаралып жүрдік. 1 жылдан аса уақыт өтті, әлі ешқандай бала жоқ. Бұған күйеуім мен енем шыдамады. Бар кінә сенен деп маған жекуді шығарды. Мен не істеймін? Алла бермесе мен не істей аламын? Содан екі жақ келісіп, өзіміздің ризалығымызбен ажырасуға бекіндік. Солай 2-ші рет қайтып келген қыз атанып, үйіме келдім. Әкем жұмыс істеме, үйде отыр деген соң ешқайда шықпай, анама қолғабыс қылып, бауырларымның сабағына жәрдемдесіп біраз уақыт жүрдім. Интернеттен біраз ақпараттар ақтарып, бала көтермеудің себебі деп қаншама күн-түн көзім талып көріп шығатынмын. Алайда дым нәтиже жоқ. Неге бұлай болып жатқандығына жаныма қатты батты. Ешқашан сәбилі бола алмаймын ба деп өзіме неше түрлі сұрақтар қойып, іштей өксік өртеп барады. Мүмкін жарқын болашақ күтіп тұрған болар. Мен ештеңеден үміт үзбеймін. Бәрі де жақсы болады деп өз-өзімді жұбатумен келемін. Болмайтын нәрсе емес шығар. Әлі 25-ке енді толды. Сондай бір күндердің бірінде желідегі парақшама бір жігіт жазды. Сәлем деген ыстық сөзбен басталған хабарлама таңға дейін жалғасты. Көп сөйлесіп шықтық. Өзі Алматының жігіті екен. Мені Алматының ресторанынан байқап,
парақшамды тауып алыпты. Онысына қатты риза болдым. Ол да бар сырын айтып, мен де ішімдегінің бәрін айтып жеңілдеп қалдым. Мені бір рет қана сырттай көрсе де ұнатып қалғандығын айтты. Бірақ оған қатты мән бермедім, себебі енді тұрмысқа шығу деген мүлдем ойымда жоқ. Әңгіменің барысында балалы бола алмайтын да шығармын дедім. Ол не дер екен деп. Сол кездегі оның мен үшін қандай алаңдағанын айтып жеткізе алмаймын. Шыр-пыр болып барлығы ана болуға лайықты деп мені жұбатып әлек. Біздің интернет пен телефон арқылы сөйлесуіміз 6 айға ұласты. Ол өзі менен 2 жас қана үлкен. Үнемі жағдайымды біліп қап. Түнде телефонмен сөйлесіп жаттық. Ол күтпеген жерден маған тұрмысқа шықшы деді. Аузыма құм құйылғандай сасып қалдым. Түсін, екеуміз бір-біріміз үшін жаралғанбыз деп сезімдерін айтып, соңында келісімімді бердім. Анам мен әкеме түсіндіріп айтып, осы некеде бақытты болатыныма сөз бердім. Одан ата-анамызды таныстырып, тәтті шай қылып, жігіттің өзімен де бірінші рет жолықтым. Өзі келсін. Үйге құда түсіп келіп, салт дәстүрмен маған сырға салып, үйіне алып кетті. Анам бағың ашылсын жаным деп артымда жылап қалды. Екеуміз отау құрып, неке қию куәлігін де алдық. Ата-енем өз-өздеріңмен болыңдар деп қаладан 2 бөлмелі пәтер алып берді. Бөлек шығып кеттік. Бірақ біраз уақыт өтті. Баланың жоқтығы жаныма батып жүр. Күйеуім Өзбекстанға да, анда да, мұнда да апарып емдетіп жатыр. Бірақ бұның соңы немен аяқталарын білмейміз. Дәрігерлер үміт бар деді. Сол сөзді естіп қатты қуанып қалдық. Менің бұрынғы қателіктерім үшін Құдай мені көп сынады. Бірақ барынша сынбауға тырыстым. Бәрінен бұрын жаныма демеу болып жүрген осындай адамның барына Аллаға шүкіршілік еттім. Алла қаласа бәрі жақсы болады.